Жемтігін аңдыған құзғын. Бұл кезінде әлемді дүр сілкіндірген Кевин Картердің фотосы. 1993 жыл. Үздіксіз соғыстан көз ашпаған, елді ашаршылық жайлаған Судан мемлекетіне гуманитарлық көмек жеткізген бұл керуенімен Оңтүстік Африка Республикасының фототілшісі Кевин Картер де барады. Ауыл маңын аралап жүргенде, ауыл шетінен әлі құрып, аштықтан бұратылып өлгелі жатқан балаға көзі түседі. Бала тырмысып тұрғысы келеді, көзі Картерге жәудеңдеп қарап, тұла бойын билеген әлсіздіктен дір-дір етіп, аузынан суы шұбатылып, өз кірпігін ауырсынып, басын тұқыртады. Ал арғы жағында баланың өлгенін күтіп құзғын қонақтаған. Кевин дереу фотоаппаратын іске қосып, суретке түсіріп алады да жөніне кетеді. Кейін бұл фотосын Нью-Йорк Таймс басылымына сатады. Сурет басылғаннан соң бүкіл әлем дүр сілкінді. Жауыз хайуан, неге құзғынды қуып жібермедің? Неге баланы құтқармадың, неге тастап кеттің? Неге тамақ беріп әлдендірмедің дегендей әрқилы халық наразылығы түрлі басылымдарда жарияланып, әлемде үлкен қарсылық тудырады. Кевин Картер 25 наурыз 1993 жылы сәтті түсірген осы фотосы үшін Джордж Пулитцер атындағы сыйлықты иемденеді. Флориданың Петербург Таймс басылымы. Өлгелі жатқан балаға көмек қолын созу орнына тек сәтті фото түсіру үшін объективін бағыттаған адам, ол да анау отырған құзғынның бірі деп жазды. Қанша жерден ол бала тірі қалды, қасындағы құзғынды ұшырып жібердім, ата-анасы жақын маңда болатын деп өз-өзін ақтағанмен өзінің айтқандарына өзі сенбеген сияқты еді. Өйткені осы Суданға сапарынан кейін өмірінің санасын қалың ой басады. Әріптестерінің айтуы бойынша ол әркез құзғынды ұшырғанымен ол оралып қайта қонуы мүмкін ғой, неге ауыл ішіне әкеліп тастамадым екен? Неге қасында бола тұрмадым? Ата-анасы үлгерді ме? Бала тірі қалды ма, әлде құзғынға жем болды ма деген мазасыз ойға батып, өз-өзінен тыным таппайтын дейтін. Санасын торлаған мұңмен бала тірі қалды ма деген мазасыз сұрақ ақыры Кевинді жеңіп, ақырында шыдай алмаған фототілші 1994 жылы өз-өзіне қол жұмсап, бақилық болды. Кейін әріптестері. Ол бала тірі қалды, есімі Конг Ньонг. Тек бертін келе 2008 жылы қайтыс болды деп Кевин Картерді ақтаса да, сол балама, өзге балама деген сұрақ әр адамды мазалап, ол оқиғадағы баланың тағдыры әлі күнге жұмбақ күйінде қалуда. Ой саларлық оқиға ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетіңіз. Келесі видеода ғибратты әңгімелер мен аңыздарды салатын боламын. Тәрбиелік мәні бар аудиокітаптарды осы каналдан тыңдай жүріңіз.